Sizlerden as verip, şay verip, karşılap oturlarınız, бүгінгі сабаққа қатыстарыңыз. Сондықтан қазіргі кезде біз қазақ халқында қонақжайлық басым өмірімізде болғандықтан сіздер қонаққа сый құрметтеріңіз сіздердің сабаққа қатыстарыңыз болып саналады. Түсінікті ме? Қысылмаңыз, қымтырылмаңыз, өзі маған ыңғайлы формада отырыңыз. Менің көрініп, тақта көрінетіндей жайға жарасып алыңыз. Содан кейін сабағымызды бастаймыз. Балалар, сабақ бастамас бұрын мен сіздерге бірінші телефондарыңыз бар ғой да, интернет желісіне қосылып, қазір барлап отырыңыз. Біз өткен үйде берілген тапсырма қандай тапсырма еді? Яғни параграф неше бізде? 52-53 параграф. Ол тақырыптан біз алдыңғы сабақта меңгерген, кімнің қаншалықты меңгергені бойынша біз тест жұмысын, 10 сұрақтық тест жұмысы ұйымдастырылған. Сондықтан қазір телефондарыңызды аламыз, үй жұмысын тексеру мақсатында. Сумкам қайда? Ол шешенден шешін алып өтісті. Тез, мен бұл жерде QR код бар, немесе мен қазір сіздердің чаттарыңызға ссылкасын жіберемін. Кейбіреулеріңіз жақын жердегілер QR-мен ашуға болады. Нелеріңіз чаттарға кім ете алмайды, алыста отыр. Қазір мен сіздің чаттарыңызға жіберемін. Жақын жердегілер ете беріңіз. Қалай сіздердің чаттарыңызға? Тез бұрындай ойайық. Ашылды ма? Кімде ашылды? Сендер жоқ едіңіз телефонда, менің кейініне кіре бер. Телефонмен кіре бер, содан кейін маған қайтып берерсің. Ашылды ма? QR-мен жіберіңіз. Тез. Бастаймыз. 2-3 минуттан кейін. 2 минут уақыт беріледі, содан кейін. Тұр ма? Пресс. Кім? Жадырақ. Кім кірді? Ашылды ма бәріңізде? Орындаймыз. Ашылды ма? Тез. Ашты ма? Ашты ма? Мен теліп шалғанын қысқармен QR-ға барамын, тез. Бір-екі минуттай уақыт беріледі, тез кім болды? Группаға ссылка жіберетін. Ашты, сонымен кір.
2 сұрағыңа жеді. Апай менде бар сұрақ тұрасыз. Апай, оған бір сұрақ қатысып. Bir сұрақ, неше сұрақ? Қатеме жұмыс жасаңыз. Бұда қайсысын жібердің сен? Сен қой оқыда, неше сұрақ? Неше шықпай тұр, олар сендерді шығып тұр да? Жарайды, жақсы. Болды ма, аяқтай қал. Кім аяқтаған жоқ? Кім аяқтаған жоқ? Абай. Ана, бір сұрақ. Шықты ма? Онына жауап берген бар ма? Мен шықпай тұр, сендер де шығып тұр екен да? Гүлназ 10, Айнер 10, сосын Алижан Айар 9 сұраққа жауап бергенде, Галима 8 сұраққа күнде 9. Мен неге шықпай тұр бұл жерде? Абай сізді аяқтап тау керек. орындау керек сосын. Үш жерде қаралайды. Негізі шығып тұратын сияқты да ол? Жоқ, орындау керек сияқтысыз анда. Анда өзіңіз орындау керек сияқтысыз. Анда ма? Ана өзің орындамайды. Жоқ, кіріп тұр ғой. Жоқ, алғанда шығып тұр, мен шықпай тұр ғой. Ладно енді. Бәріміз аяқтайық, сосын тез-тез бетіп шығайық. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс. Қатемен жоқсыз. 9 балл. Кім болған жоқ? Неше? Нешеуіне жауап бердің? 10 деп шығып тұр ма? Сен де? Жоқ, сен Алтау. Аға, жақсы. Ағай алтау. Сен де? 8. Енді балалар, аяқтап болдық қой, я? Болдыңдар? Болды. Ана топтан болдыңыздар ма? Сіздерден? Қаттаға көш талайық, енді дұрыс жауабымен қатемен жұмыс жасап көрейік. Жаңа 8, 9, 10 жинағандарын жарайсыңдар, керемет, ғажап. Тамаша жұмыс жасаңыздар. Ал 9, 8, 7, 6 жинағандарыңыз кәдімгі қайдан қатемен жұмыс жасап көрейік. Тіршіліктің үздіксізін қамтамасыз етейік. Келесі. Келесі. Кім қателесіп еді осыдан? Келесі. Келесі. Қамбаған ба? Қамбаған ба? Келесі. Гамета бұл. Жасы. Келесі.
Вот. Ана айттым жарайсыңдар керемет. Мынау о деген. Алижан, так, Мадина Аяр, Тоғыз, Бейрарыс, Галима, Нұрсейзов, Теміржан, Сегіз, Айна, Жеті. Армат ағай бар екен, айтқандар бар екен. Рахмет қатысқандарыңызға. Балалар, ары қарай сабағымызды өздеріңіз жайғасып отырып алған екенсіздер дегенмен мен әділетті болуға тырысамын. Сондықтан әркім қай жұп қайсысына түседі, кім-кіммен коммуникация және қарым-қатынас жасау үшін бұл енді әділетті шешім деп ойлаймын. Сондықтан мына жердегі сандарды алып, өздеріңіздің алған сандарыңыз бойынша топқа орналасасыздар. Алсаңыздар, бірді үшінші. Мәні? Күнге жетпей қалды. Тез орналасаңыз болды. Тек қана оқулықтарымызбен, нелерімізбен, түгел дүниемізбен көшпейміз. Бірінші, мына жерге келіңіз, екі мына жерге, үш мына жерге, төрт мына жерге. Тез. Ой, сол күнге көшпейіңдер деп едім. Алтып бері қойыңшы, сен сол күнге. Тек қана оқу құралымызбен, тек қана. Екі, үш, төрт. Орналастық па? Қазақ көрмейтіндей, мен сөзім жаңа өзім көрмейтіндей ыңғайға отырып алыңыздар. Отырдық па? Отырсақ, мен қазір сіздерге бір видео көрсетсем, мұқият қараңыз, сол видео бойынша сұрақ қойыңдар. Кімде қандай сұрақ болуы мүмкін, және менің сұрағым бар сіздерге қоятын. Сондықтан мұқият қарайық. Апайна жарықтың дұрыс көрінбейді. Көрініп тұрған шығар енді, ондай тап көрінбейді дейміз. Көрдіңіздер ғой? Ал енді бүгінгі сабақтың осы видеомен қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? Не көрдіңіздер? Қандай сұрақтарыңыз бар осы видеоға байланысты? Қандай үдеріс? Неге сұрақ қоямыз деп. Сосын Неліктен жәндік ара бір гүлден екінші гүлге қонып жақсы. Тағын сұрақ қоя алады. Ара болмаса гүлдер өзінен көбейе ала ма? Осы араның бірінші гүлден екінші гүлге қонуы ол гүлге пайдасын тигізеді. Ал гүл туралы сұрақтарыңыз бар ма? Қай жыл мезгілі деп ойлайсыздар? Көктем. Қазір қандай мезгіл? Көктем. Көктемнің біз енді абаймен тең болғасын қандай өлең жолдарын білесіздер? Жалпы 4 жылының табиғат лирикасына бейімделген өлеңдер көп қой. Соның қай өлеңі біздің жазғы құрым болмайды, қыстың сызы, масатыдай құлпыра жердің жүзі. Сосын, ары қарай. Лингвистер. Содан кейін масатыдай құлпыра жердің жүзі. Жан-жаны бар адамзат. Жанталаса. Ойбой, сен де абайдың өлеңін білмейсіңдер ғой. Мен өзім ұмытып қалдым, енді жаттап алғанмын оны білгенде. Мен де ұмытып қалдым 4 жолын. Жарайды, жақсы. Әйтеуір жазып тұр екенін айқындап бергендеріңе шүкір. Енді қараңыз, сол мезгілге байланысты менің сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңағы бойынша, видео бойынша. Гүлдеу не себептен гүлдеді? Неге гүлдеді? Гүлдің қасында жәндіктер неғып жүр? Неге оның қасында басқа адам, жануар, тағы басқа тірі ағзалар жүрмейді? Неге именно гүлдің қасында қай уақытта гүлдейді? Неге тек қана жазғы гүлдейді, басқа уақыт неге бір жыл мезгілінде болмайды деген
сағатқа бүгін біздің келесі 53-ші параграфтеріміз, яғни тақырыптарына жауап береді. Дәптерді ашып бүгінгі көзді жазып, 54-55-ші параграфты оқимыз. Бүгін екі тақырып балалар. Сіздер білесіздер осыған дейін 2-3 тақырыпты біріктіріп өтетінімізді. Себебі біздерде кітап 2 сағатқа арналған, бірақ біздің апталық сабағымыз 1 сағатқа, сондықтан 2 тақырыпты өтуге тура келетінін түсінсеңіз екен. Дәптерімізді ашып жаңа тақырыпты жазамыз. Менің телефоным кімде? Жазып болып ба? Бүгінгі өтетін сабағымыз тақырыбы тозаңдану және ұрықтану гүлді өсімдіктердің қосарлы ұрықтану ерекшеліктері деген тақырыптар. Жалпы сабақтың мақсаты тозаңдану деген, ұрықтану деген қандай процестер және оның механизмін түсіну, гүлді өсімдіктерге қосарлы ұрықтанумен танысу. Жоқ, тек сабақтың тақырыбын жазыңыз, содан кейін сіздерге тапсырма беремін. Алдарыңызда кеппе шөптер тұр. Алып қарай қойыңыз. Мен содан кейін мынандай стаканда сіздердің алдарыңызға керек құралдарыңыз. Бұл не алдарыңа беріп тұрғаныз? Кеппе шөптер. Және не көріп тұрсыңдар алдарыңда? Қандай? Сосын? Бұл енді қазіргі таңда жоқ, оларда бұл замороженный дейді ғой енді. Жаңағыдай айтады оны. Қатырылған, мұздатылған. Кешіресіздер, мұздатылған. Көрінбесе сіздерге қарап көруге болады. Бұл не сонда? Жеміс-жидектер. Ал енді осы жеміс-жидектердің жалпы түрін қараңызшы, ішінде не бар, сыртында не бар? Ал енді балалар, осы жеміс-жидектердің біздің қалай пайда болады, қалай түсінеді, және ол процесс қалай өтеді? Қазір біз сабақта сонымен механизмін түсінеміз, қалыптасу даму жерін көрсетеміз. Содан кейін біз зерттейміз, талдаймыз, оқимыз, танымыз, содан кейін қорытынды жасағанда тағы осы неге мұздатылған неге қайтып келеміз. Жарай ма? Ақа алдарыңызда тұра тұрсын. Енді топқа бөлінгеннен кейін мен сіздерге мынандай тапсырма берейін деп отырмын. Дара жыныстылар. Дара жынысты гүлдер деген бірінші топты сіздерге мына тапсырмасымен, яғни сіздер мына тапсырманы әрқайсыңыз алып, осында орындайсыңыз. Сіз дара жынысты гүлдер тобысыз. Сіздер екінші топ қосарлы ұрықтану деп аталатын топ боласыздар. Сіздерге де сол әрқайсыңызға жеке тапсырма берілген, соған орындайсыңыз. Балы дескриптор көрсетілген. Бірінші үйлестіріп алам, нұсқау тыңдаған, сосын барып аралай действительдерді айтады. Жасайсыздар. Така жасамай тұрыңыз. Келесі үшінші. Мен сіздерге қосарлы ұрықтануды бердім ғой да? Содан кейін мынау сіздердің модельдеу. Қазір айтам екен, не істейтіндеріңізді айтам. Така үйлестіріп жатам. Сіздер үшінші топ айқас тозаңдану. Үш сіздер. Жалған ештеңе етпес. Айқас тозаңдану, мұнда әрқайсыңызға тапсырма тематикалық карта бар. Қазір тақырыппен танысқаннан кейін сол орындайтын тапсырмаларыңыз. Түсінікті ма? Қата үйлестіріп жатып ештеңе ұтмаңыз. Жоқ, жатырмыз. Келесі өздерінен тозаңдану тобы. Сіздерге де сондай мылқау сурет беріледі, соны сіздер арғайып
үшеуміз отырған да. Неге екі қосылған? Артық бір әбешін жешілетіңіз. Сіздерге гүлдің құрылысын бердім ба? Жоқ, тапсырмаған. Алып көрдім. Мынаны қазір сіздер тоже сендіресіздер. Келесі. Балалар енді тақырыпты ашып жазып алдыңыздар ғой да? Енді мәтінмен танысып оқып аламыз. Яғни сіздерге қосарлы ұқтану деген топ болғасын, қосарлы ұқтанудың механизмін қарап жаздыр, оқып жаздыр. Сіздерге айқас тозаңдану деген топ болғасын, айқас тозаңдану деген бөлімшенің тақырыпшаны қарайсыңыз. Сіздер өздігінен тозаңдануға қарайсыңыз, дейсіздер. Гүлдің құрылысы мен жалпы бірінші тозаңдануға айқас тозаңдану деп өзімен тозаңдануға. 3-4 минут жарайды. Танысып алуға. Себебі мен бөліп беріптім, тақырып шалады. Vaqtni есептесеңіз, балалар. 1 минуттарыңыз қалды. Тозаңдан тоғы болыңыздар ма? Сіздер өзіңіз қарап шығыңыз, сіздер кішкентай ғой? Дайынсыздар да? Сіздер дайынсыз. Жарайды, жақсы, 4 топта дайын екен. Енді алдағы қолдарыңыздағы материалдарды алыңыздар. Бірінші топ сіздер мынаны толтырасыздар, сіздерде дескриптор бар бастарыңызда. Сол дескриптор бойынша тапсырманы орындайсыңыз. Және мына жерде сізге модельдері берілген. Тап осыны қазір сіздер түсіндіріп айтасыздар. Оны түсіндірмес бұрын мен сіздерге қазір видео көрсетемін. Сол видеомен танысасыздар. Алайш. Видеомен танысыңыз. Ортақ бір видео бар. Соны басқан кезде мына шығатын. Тек қана сіздерге себебі қосарлы ұрықтануға байланысты. Сіздер орындай беріңіздер, жазып, мұнда сіздер өз тапсырмаларыңызды өздеріңіз орындай беріңіз. Плюс болсын птичка дейді, белгісін тартыңыз. Сіздер өздеріңіздің орындайсыз. Атауларын жазып. И сосын маған оқытайсыздар. Бастап бересіздер. Картинка. Біреуіңіз мынаны жасаңыз. Ama kaçtı zaten sayısı anlatıp bunu karamaz.
жерде картинка шығарып беріп сіздерде солай қазір процессті мына модульдермен қағаздармен түсіндіріп айтып бересіздер қалай болған процесс. Қазір айтып шығасыз, бір-бірден айтып сөйлесіңіз. Жалпы не екенін түсіндіресіз, сосын жұмыстарыңызды айтып бересіз. Көршілеріңіз алмасыңыздар, бағалаңыз бір-біріңізді. Қандай дұрыс жауап беріп отыр ма, бұрыс жауап беріп отыр ма? Сіздер де солай жасап болғаннан кейін алмасыңыз. Скрипталар ауызға баға беріп бересіз. Сіздер де солай. Скриптал бар, сол бойынша бағалап бересіз. Зерттейміз, қараймыз, талдаймыз. Енді әуелі талдауға дейін зерттеп аламыз. Танысып аламыз, меңгеріп аламыз. Сіздер болдыңыздар, да? Балын өтіп бердіңіз бе? Дұрыс болып шықты ма? Точно? Дескриптор бойынша талдадыңыздар ма? Сіздер де? Алмаса қойыңыз, бір-біріңізге. Тез-тез. Жарайды, жақсы. Енді тоқтатайық осы жерден. Бірінші дайын болған топ айқас тозаңданы. Бірінші біз жалпы гүлдің құрылысынан сіздерден бастасақ етеді. Сіздер болдыңыздар ма? Енді айратырмыз, болсаңдар. Жоқ, танысып алыңдар ма толық? Зерттеп алыңдар ма толық? Қалай ана процесті түсіндіріп бере аласыздар ма қазір? Жақсы, сіздер түсіндіресіздер. Жолмен сіздерге берілген гүлдердің құрылысынан. Гүлдің құрылысынан бастайық. Айта беріңіз. Тыңдаймыз, қалғандарымыз тыңдаймыз. Яғни гүлдің жұмысы көбеюдің басты мүшесі бұл гүл бар. Гүлді қосымша және басты деп бөлінеді. Мысалға, қосымша бұл, ол 6 бөліктен тұрады. Негізінен ол қосымша және басты деп бөлінеді. Бөлімдері мынау сағағы болады, мына жерлері табан болады, мына екі жағы тостаған жапырақша. Елге көрсетіңдер, ешкімде көрмейді. Ол екеуі күлте жапырақша болады, мынау аналығы, мынау аталық болады. Яғни жаңа қосымша бастысы аталық және аналық. Ең басты мүшесі. Басты мүшесі аталық. Қандай мүшелер бар? Аталық. Қандай мүшелер? Яғни қабілетті, неге қабілетті ол? Көбеюге. Ал қалған бөлігі қосымша болып қалады. Сонымен біздің гүлдің құрылысымен танысты. Айта аламыз ғой, иә бәріміз? Гүл табаны деген қайсысы? Гүл табаны, мынау біз айтып тұрған. Сонымен біздер гүлдің құрылысымен танысып болды. Енді бір-біріңізді алмасып бағалай қойыңыз. Сонымен қатар арнайы бар ма сіздерде? Тозаңдану, жалпы айта беріңіз, қайсыңыз? Айта беріңіз. Яғни жаңағы аталық және аналық деп ойлайды. Аналықтың жалпы жоғарғы бөлігі. Қайсы көрсетші мына ішіне аталықтың солған ұсташ? Ұсташ болыңа қайсысы? Аналығы қайсысы? Көрсет анда. Аналығы осы болады, ал аталығы осы болады. Мыналар не? Бұлар Ойлай. аталығы мұна аталықтар. Не ол аталықтың құрылысын айтшы ма? Жалпы неге қабілетті бұл? Бұлар көбеюге қабілетті. Яғни жаңағы жүзедағы көбеюде осы аралар осы аталық олар көбею пайда болады. Осы үдеріс тозаңдану деп аталады. Тозаңдану, арғарай тозаңдану. Аналық қалжында бұлардың сөздері соғады.
Тыңдаймыз. Сіздерге айтып жатыр ғой оқымағандар. Тозаңдану дегеніміз аналардың аузына тозаңның сөздер соғады. Аналық қайсы? Аналық аузы деген Тозаң деген қайсы? Қайда болады ол тозаң? Тозаң осы аталық жыныста болады. Осы аталық жыныста Тозаң қайда түседі? Осы тозаң Қай жерге түседі? Көрсетші немен? аналық жынысқа түседі. Бұл жерде Аузына түсуін не деп атаймыз? Тозаңдану. Тозаңдану деп атаймыз. Түсінікті ма енді тозаңдану не екен? Қайталап Теміржан айтшы. Тозаңдану деген не сонда? Тозаңдану деген не сонда? Тозаң арқылы көбею ма? Аузына тозаңның келіп түсуі. Жарайды, жақсы. Ары қарай дара жұмысты. Мысалы кейбір гүлдерде тек қана аталық немесе аналық жынысталар болуы мүмкін. Оларды дара жынысты гүлдер деп атаймыз. Мысалы оған болсақ жүгері өсімдігі дара жынысты гүлдер деп жатады. Мысалы аналық пен аталар бір жерде, бір гүлде орналасса, ол бір гүлде орналасса, ол дара жынысты, біреу деген сөз. Ал егерде аталығы біреу, біреуінде, аналығы екіншісінде болсашы, қош жынысты. Бұл термен қалай деп аталады? Гемафродитті. Түсінікті ме енді? Дәптерге терминге қош жынысты, гемафродитті гүлдер деген сөзді жазып аламыз. Келесі сіздерде. Өздігінен тозаңдану. Келесі. Жалпы өздігінен тозаңдану қазіргі кезде өсімдіктердің көпшілігінде гермафродитті гүлдер болғанымен табиғатта өздігінен тозаңдану жиі кездеспейді. Бізде қазіргі кезде табиғатта яғни өздігінен тозаңданып жүретін өсімдіктер, олар егістік бұршақ, жер жаңғақ және де бидай өсімдіктері. Айта бер ағай. Сонымен тозаңданудың қандай түрі бар? Өздігінен тозаңдану және тозаңдану түрі бар. Тақтаға көз салсаңыздар, сіздерде несі көрініп тұр? Суреті көрініп тұр. Айырмашылығы неде? Өздігінен тозаңдануда қалай болады? Егер өздігінен тозаңданатын өсімдік болса, қараңызшы. Ол аналық тозаңды сол аналығын аузына түсуі болып саналады. Жарайсың, керемет. Ал егер де өздігінен тозаңданатын өсімдіктер қандай өсімдіктер? Бидай, жүгері, Біз күріш, сұлы, арпаны үйде неге пайдаланамыз? Сонда олар қалай тозаңданатын өсімдіктер? Келесі, сіздерде айқас. айқас тозаңдану дегеніміз бір гүлдің Мына суретке қараңыз. бір гүлдің аналығынан екінші гүлдің аталығынан түсуі. Бұл бізде айқас тозаңдану деп аталады. Айқас тозаңдану гүл үшін жақсы жағдайда түзілген. Ал гүлде бірақ тегіс бола бермейді. Бірақ та осы үдеріс көбеюге жақсы мүмкіндік. Бізге берген семантикалық тапсырмасында бірінші белгілері тозаңдарда майда жеңіл әлі көп бар. Ол желі арқылы тозаңдану, желі арқылы тозаңның тасымалдану үдерісі. Келесі. Екіншісі тозаңдары ашық реңді хош иісті болады. Бұл жәндіктердің тозаңдануы артады. Неге? Себебі егер мысал алатын болсақ, аралар бал жасау үшін тозаңдана алады. Яғни олар тәтті және хош иісті нәрселерге қызығады. Сондықтан олардың гүлдері қандай болу керек? Тәтті болу керек. Жақсы. Келесі бұршақ, жер жаңғақ, бидай жатады. Оларға өздігінен тозаңдану жатады. Жаңағы айтып кеткеніміздей, мына тағамдар бидай секілді, күріш, бидай, арпа, солардан деген өздігінен тозаңданады. Және де ол біздің күнделікті жеп жатқан асымыз деп болады. Жақсы. Төртінші, тозаңдар бұдыр, жабысқақ болады. Бұл кезде жәндіктермен тозаңдану деп аталады. Жәндіктер арқылы айқас тозаңданатын өсімдіктердің гүлдері ашық, реңді және хош иісті, және олар тәтті ішіне бөледі.
Жақсы, мына жерде менде кесте бар. Қазір кестеге қарасаңыздар, естеріңізде сақтап қалсаңыздар, тозаңданудың жаңа айттық да, қандай процесс екенін және оның айқас өздігіне бунақтеме жел арқылы және сіздерде жәндіктер, яғни бунақтеме арқылы тозаңдану түрімен танысты. Айыра аласыздар ғой. Сонда гүлдердің әртүрлі түсті болуы не себеп болып тұр? Кімдерге? Жәндік ана жерде. Ол өзіне ішіне іздеп жүрген кезде тозаңдану процесін жүргізіп жатырғанын байқамай жүрген шығар. Бірақ қарашы, табиғаттың сыйы қандай? Табиғат өзінің ретімен кімнің қандай жұмыс жасау керек, қандай механизмді үдеріске қатысу керек, оны өзі сыйын беріп қойған өзіне. Жақсы, рахмет. Сіздер айқас өзімен тозаңдануды салыстырып қайсысы екенін айтып енді қоса балалар мұқият көңіл салыңыздар. Себебі өте күрделі механизм қосарлы ұрықтану. Бұл ұбт, болашақта гос мемлекеттік емтихандарда көп кездеседі. Біздің тоқап мысалына ұрықтану берген және де мысалға мысал ретінде болсақ, мына бір жасыл матаны өсімдік ретінде қалыптастырады. Және де тозаңдар жетілген арнайы қабықша болады тозаң түйшінде. Ол тозаңдар екі жасуша болады. Вегетативті және генеративті жасушалар деп аталады. Вегетативті жасуша жаңағы тозаң түтікшесі арқылы өсімдік бойына таралуын қамтамасыз ететін болса, генеративті жасуша бірінші және екінші спермиді түседі өзінің бөлінуі арқасында. Жаңағы бізде жасуша міне екі спермиді, бірінші спермия, екінші спермия. Оны түзетін кім? Генеративті жасуша. Генеративті, яғни көбею деген сөз. Вегетативті не деген? Өсу деген сөз. Тозаң түтікшесіне өсуін қамтамасыз етеді. Одан кейін тозаң түтікшесі арқылы өткен тозаң орталық жасушаға және де аналық жатырға келеді. Яғни біреуі жұмыртқа жасушасы деп алатын болсақ, не олай деп көрсетейін. Міне, мынау жұмыртқа жасушасы, мынау орталық жасуша деген бар жатында, аналықтың жатында, да? Келекте не істейді қарай? Біреуі бір спермия. Жұмыртқа жасушасы түседі, ал екіншісі орталық жасушаны. Нәтижесінде әкеліңіз бір спермия қайда? Зигота түзіледі. Жұмыртқа жасушасы қайсысы еді? Анау. Міне да? Жұмыртқа жасушасынан бір спермиядан не түзіледі? Бір спермия жұмыртқа жасушасымен қосылып, не? Зигота дегеніміз не еді? Ол әрине ұрықты түзеді. Ұрық деген сөз. Келесі, екінші спермия. Екінші спермия орталық жасуша арқылы жаңағы не түзеді? Яғни орталық жасушамы эндосперм деген. Келесі бізде Біз орталық жасушаны тұқым түйіні деп атай аламыз. Ол 6 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі тозаң төңкерісі, ал екіншісі синергиттер, ал үшіншісі Зигота, эндосперм және ұрық қабы барлығы нені түзеді? Тұқымды түзеді. Қайке алданда жемісті тұқымды табыңызшы. Ішінен тұқымды іздеңіз. Езіңізді тұқымды шығарып алыңыз. Ол қайдан пайда болады? Қайдан пайда болды тұқым? Нені қосылысы? Зигота, эндосперм және ұрық қабы барлығы тұқымды түзеді. Тұқымдан шықты ма? Бұл тұқым қайдан шықты? Келесі, аналық жатын. Аналық жатын және де сіз табан қостағанша үшеуі қосылып, белгілі бір жеміс түседі. Оны салмақсы дәрежесі деп аламыз. Так, сонымен маған қағаз бере ғой. Яғни бұл жеміс қайдан түзілді? Жаңа басында айтып едім сіздерге. Жеміс қайдан түзіледі? Аналық жатыны, табыңызшы жатын қайда жаңағы? Міне жатын. Аналықтың жатыны, сосын гүлтабан, қайсысы гүлтабан? Міне гүлтабан. Жатын, гүлтабан, тағы тостағанша, міне тостағанша. Барлығы қосылып, нені түзеді? Жеміс түзеді. Алдыңыздағы жеміс қалай келді сонда?
болашақта өтесіздер, сіздер күрделендіріп өтесіздер, қазір пока сіздер соны білсеңіздер жарайды. Болашақта біздерде 9-10-11-ге барғанда Навашиннің ашқаны әкелі балалар ол туралы мәліметтер бар негізінде, теориялық мәліметтер. Сонымен үйге берген жалпы біздер бүгінгі танысқан мәселелеріміз бойынша кім сабақты барынша меңгеруге тырыстыңыздар, қайғайсыңыздар. Маған мысалы, мына жерде қосарлы ұрықтануда екі қыз жақсы етіп комментарий дейді ғой енді, түсіндіру жасады. Бүгінгі сабақ бойынша кәнекей әркімнің қаншалықты маңызды сабақты меңгерді екен, түсінді екен, өзіңізді бағалаңызшы. Соған байланысты бүгінгі сабақта мен жақсы меңгердім, қол көтеріп бір-екі оқушы айтса, мені өте жақсы меңгердім. Жауап бермегендер әсіресе. Теміржан. Бүгінгі сабақта мен тозаңданы ерекшелігін жақсы меңгердім, қол өзімен және айқасқан. Молодец. Жарайсың, керемет. Бұл сабақта айқаш және өздігінен көбею тәсілдерін түсіндік. Көбею ма? Тозаңданы. Мен тозаңданудың еш әдісі бар екен, және де қалай тозаңданатынын түсіндім. Жақсы, менің қолы түсінбедім. Сұрағым бар дейтін оқушы бар ма? Маған мына жерде бұтаған деген не, қош жынысты деген не, немесе гермафродитизм деген не, қосарлы ұрықтану дегеніміз не? Неге қосарлы ұрықтану деп аталды сіздер? Неге қос деп аталды? Жарайсың, мен өздерің айтпай бердіңіздер, бірақ қосарлы ұрықтану деп қос деген екеу деген сөз ғой. Ол неге байланысты айтылды? Жарайсың, екі спермияға байланысты айтылды. Сондықтан біреуі орталық жасуша, екіншісі жұмыртқа жасушасын ұрықтандырғанына байланысты айтылды. Мүлде түсінбегендеріңіз бар ма? Бәрі түсініп көтере береміз. Шын айтып түсінер ма? Мүмкін сұрақтарыңыз болар. Жоқ да? Өмірімде қолдана аламын. Қайда қолдануға сіздер кеңес берер едіңіздер? Мен яғни осы тозаңдану үдерісі туралы білдім. Және де келесі жүрген, яғни табиғатта жүрген кезде өсімдіктерді қарап жүрем, олар қалай енді көзіммен көріп. Сендер бөлме өсімдіктерін қарауға әлден жетпеді, білмеймін сыртта өсімдік. Алдасы сенейі оған. Тағы, өміріңде қай жерде қолдана аласың деп ойлайсың? Енді соны қолдануға тырысу керек қой. Бүлесілгенмен Бөлмеде және де сыртта гүлдердің тұқымдарын пайдалануға. Мысал дегеніміз ағаш гүлдер болып бір шағат тұрғанда сол жерлерде ағаш жерді оны құмауға тырысу керек. Жарайсың, керемет идея, жақсы ұсыныс. Сонымен балалар біздің сабағымыз бойынша үйге тапсырмалар бойынша екі параграфты оқисыздар және көп терминдер бар. Екі